Достар, осы каналға жазылу арқылы сіздер көптеген ағылшынша пайдалы мағлұматтар аласыздар. Және каналға кіріп, подписаться етіп, қоңыраушаны бассаңыздар, сіздер келесі видеоны жіберіп алмайсыздар. 5-ші сабақ. Бұл сабақта өтетіндеріміз 4-ші сабақта өткен кесте арқылы осы сұраулы сөздерді қойып, дұрыс сұрақ қойып үйрену екен. Енді сұраулы сөздерге келетін болсақ, what деген не, қандай деген мағынаны білдіреді екен. Who деген кім, where деген қайда, when деген қашан, why деген неге, не үшін, how деген қалай, which деген қайсы деген мағынаны білдіреді екен. Ал енді осы сұраулы сөздерді екінші кестемізге қойып, сұрақ қойып көрейік. Мынау біздің екінші кестеміз. Қарап отырсаңыздар, міне what, who, where, when, why, how, which деген бірінші қатарда тұрады екен. Естеріңізде болсын, сұрақ қойған кезде осы сұраулы сөздер міндетті түрде бірінші қатарда болады екен. Мысалы, who деген ол кім деген мағынаны білдіреді. Мен кіммін деген who am I болады екен. Who I болмайды, who am I болады. Өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз. Who am I? Мен кіммін? Мысалы, Ернар болса, болымдыда I am Ернар. Мен Ернармын. I Ернар болмайды, I am Ернар болады екен. Енді мен Ернар емеспін деген болымсызда I am not Ернар болады екен. Енді ол кім деген қалай болады? Ол деген he. Who is he? Бұл жерде is болады. He, she, itқа is қойылады екен. Who is he? Мысалы, ол Болат болса, he is Болат болады екен. Болымдыда, болымсызда ол Болат емес деген he is not Болат болады екен. Енді қыз адамға қалай айтасыздар? Ол кім деп? Who is she? Болымдыда, мысалы, she is Айнұр, ол Айнұр. She is not Айнұр, ол Айнұр емес деп жауап қайтарасыздар. Мысалы, сен кімсің деген who are you болады екен. Мысалы, you, we, theyға а қолданылады. Who are you? Сен Ернарсың. You are Ернар. Сен Ернар емессің. You are not Ернар болады екен. Енді біз кімміз деп көпше түрде қалай айтамыз? Who are we болады екен. Біз кімміз? We are people. Болымдыда, мысалы, біз адамыз деген we are people. Мысалы, біз адам емеспіз деп болымсызда қалай айтамыз? We are not people. Енді who are they деген, олар кімдер деген мағына екен, сұрақ қой екен. Олар адамдар деген they are people болады екен. Болымдыда, болымсызда олар адамдар емес болса they are not people болады екен. Енді өткен шақта қалай сұрақ қойылады? Мысалы, who was I деген, мысалы, мен кім болдым? Өткен шақта осылай сұрақ қойсыздар. Who was he? Ол, мысалы, ол адам кім болды? Мысалы, кезінде, өткенде, мысалы. Мысалы, бұлай жауап қайтарыңыздар болды. He was Болат. Ол Болат болған. Өткен шақта болған. Ол Болат болмаған. He was not Болат. Who was she? Мысалы, көрдіңіздер ғой, I, he, she, itқа was қойылады екен. Who was she? Мысалы, ол қыз адам кім болды? Өткен шақта. She was Айнұр. Ол Айнұр болған. She was not Айнұр. Ол Айнұр болмаған. Көрдіңіздер ғой, өткен шақта осылай жауап қайтарасыздар. Сұрақ қойып, жауап солай қайтарасыздар. Мысалы, сен кім болдың? Who were you? Бұл жерде you, we, they'ге were деген қойылады екен. Who were you? Сен кім болдың? You were a doctor. Сен дәрігер болдың. You were not a doctor. Сен дәрігер болмадың. Өткен шақта осылай жауап қайтарасыздар. Who were we? Біз кім болдық? We were a doctors. Көрдіңіздер ғой, бұл жерде көпше түрде айтылғаннан кейін біз кім болдық дегеннен жауапта да we were a doctors s-ті соңынан қойдық, өйткені бұл көпше түрде. Біз дәрігерміз. Біз дәрігер емес, біз дәрігерміз. Біз дәрігер болдық өткен шақта. Енді біз дәрігер болмадық деген we were not a doctors болады екен. Енді олар кім болды? Who were they? Олар кімдер болды? They were a doctors. Олар
дәрігер болды. Бұл да көпше түрде екен. Мысалы s қойылды doctors дегенде. Енді біз дәрігер болмадық деген, біз деген олар дәрігер болмады деген they were not a doctors болады екен. Осылай келер шақтада осылай сұрақ қоя бересіздер. Келесі сұраулы сөзді алайық, ол where мағынасы қайда. Енді мен қайдамын деген where am I болады екен. Мен осы жердемін деген осы жер деген here. Мен осы жердемін деген I am here болады екен. Енді бұл жерде I here болмайды, I am here болады. Енді ана жерде деген there. Мен ана жерде емеспін деген I am not there. Мен ана жерде емеспін, I am not there. Мен осы жердемін, I am here деп жауап бере алады екенсіздер. Енді ол қайда? Where is he? Ол адам. He is in Almaty. Ол Алматыда. He is not in USA. Ол, мысалы, ол адам Америка құрама штаттарында емес деп тұр екен. Енді where is she? Ол қайда? Қыз адамға айтылады екен. Енді she is in Almaty. Ол Алматыда. She is not in USA. Ол Америка құрама штаттарында емес деп тұр. Мысалы, сен қайдасың деген where are you болады екен. Сен Америка құрама штаттарында деген you are in USA. Және сен Алматыда емессің деген you are not in Almaty болады екен, болымсызда. Енді біз қайдамыз? Where are we? Біз қайдамыз? We are in USA. Біз Америка құрама штаттарындамыз. Біз Алматыда емеспіз. We are not in Almaty. Енді олар қайда? Where are they? They are in USA. Олар Америка құрама штаттарында. Олар Алматыда емес деген they are not қоясыздар in Almaty. They are not in Almaty. Ол Алматыда емес. Енді өткен шақта қалай болады? Where was he? Ол қайда болды? He was in Almaty. Ол Алматыда болды. He was not in USA. Ол адам Америка құрама штаттарында болған жоқ. Бұны өткен шақта айтасыздар, past simple'да. Енді where was she? Қыз адам ол қайда болды? Where was she? Мысалы I, he, she, itға was қойылады екен. Where was she? She was in Almaty. Ол қыз Алматыда болды деп тұр. She was not in USA. Ол қыз Америка құрама штаттарында болған жоқ. Was not деп тұр екен. Енді сен қайда болдың? Where were you? You were-дегі were қойылады екен. Where were you? You were in USA. Сен Америка құрама штаттарында болдың. You were not in UK. Сен Ұлыбританияда болған жоқсың дейді. You were not in UK. Енді сен біз қайда болдық? Where were we? We were in USA. Біз Америка құрама штаттарында болдық. We were not in UK. Біз Ұлыбританияда болған жоқпыз. Енді олар қайда? Where қайда болды? Where were they? Олар қайда болды деген сұрақ. They were in USA. Олар Америка құрама штаттарында болды. They were not in UK. Олар Ұлыбританияда болмады деген. Енді келер шақта қалай болады? Where will he be tomorrow? Мысалы, ол дейді, ол адам ертең қайда болады дейді. He will be in Almaty. Ол Алматыда болады. He will not be in USA. Ол Америка құрама штаттарында болмайды деп тұр. Келер шақта айтып тұр. Where will she be tomorrow? Ол дейді қыз адам ертең қайда болады дейді. Tomorrow деген ертең деген мағынаны берді. She will be in Almaty. She will be in Almaty. Ол дейді қыз адам Алматыда болады дейді. She will not be in USA. Болымсызда ол Америка құрама штаттарында болмайды дейді. Келер шақта. Where will you be tomorrow? Сен дейді ертең қайда боласың дейді. Where will you be tomorrow? You дейді сен will be in Almaty. Сен Алматыда боласың дейді. You will not be in USA. Сен Америкада болмайсың. Where will we be tomorrow? Біз қайда боламыз дейді. Where will we be tomorrow? We will be in Almaty. Біз Алматыда боламыз.
We will not be in USA. Америка құрама штаттарында біз болмаймыз деп тұр. Енді соңғысы where will they be tomorrow? Олар қайда болады ертең дейді. They will be in Almaty. Олар Алматыда болады. They will not be in USA. Олар Америка құрама штаттарында болмайды дейді. Осылай кез келген мысалды келтіре берсеңіздер болады. Осылай сұрақ қойып және жауап беріп. Келесі мысал how деген қалай деген мағынаны білдіреді. Мен қалаймын деген how am I? Мен қалаймын деп өз-өзіңізге сұрақ қойасыздар. I am fine. Мен жақсымын. I'm not fine. Мен жақсы емеспін. How is he? Ол қалай? He is fine. Немесе how is she? Ол қыз адам қалай? She is fine. He is not fine. Ол жақсы емес. She is not fine. Мысалы, ол қыз адам жақсы емес деген мағынаны береді. How are you? Сенің қалың қалай деп тұр. How are you? You are fine. Сен жақсысың. You are not fine. Сен жақсы емессің. Енді сол секілді how are we? Біз қалаймыз. We are fine. We are not fine. Деп жауап бере алады екенсіздер. Болымда да, болымсызда. How are they? Олар қалай? They are fine. Олар жақсы. Болымда да, болымсызда. They are not fine. Олар жақсы емес. Енді өткен шақта қалай болады? How was he? Ол қалай болды? Ол адам. He was fine. Ол жақсы болды. Мысалы, how was she? Ол қалай болды қыз адам? She was fine. Ол жақсы, немесе he was not fine. Ол жақсы болған жоқ. Ол адам. She was not fine. Ол жақсы болған жоқ қыз адам. How were you? How were you? Сен қалай болдың? You were fine. Сен жақсы болдың. You are not fine. Сен жақсы болмадың. How were we? Біз қалай болдық? We were fine. Біз жақсы болдық. We were not fine. Біз жақсы болмадық. How were they? Олар қалай болды? They were fine. Олар жақсы болды. They were not fine деп осылай сөйлем құрай береді екенсіздер. Мысалы, біреудің жасын сұрағыңыз келсе де осы схема арқылы сұрайсыздар. Мысалы, how деген қалай деген мағынаны білдіреді. Old деген тура мағынасы кәрі деген сөз екен. Кәрі үлкен мысалы. How old болса, екеуі қосылған кезде how old болса қаншада деген мағынаны білдіреді екен. Енді how old am I? Мен қаншадамын? Деп өзіңіз сұрақ қойыңыздар. I am 15 years old. Мен 15-темін. I'm not 40 years old. Мен 14-те емеспін. Енді how old is he? Ол қаншада? He is 16 years old. Немесе how old is she? Ол мысалы қыз бала қаншада? She is 16 years old. Мысалы ол 13-те емес болса, ол адам болса he is not 13 years old. Немесе ол қыз адам болса she is not 13 years old деп жауап бересіздер. How old are you? Сенің жасың қаншада? How old are you? You are 20 years old. Сен 20-дасың дейді. You are not 21 years old. Сен 21-де емессің деп тұр. Енді how old are we? Біздің жасымыз қаншада? We are 20 years old. Біз 20 жастамыз дейді. We are not 21 years old. Біз 21-де емеспіз дейді. Енді how old are they? Олар қаншада дейді жасы. They are 20 years old. Олар 20-да. They are not 21 years old. Олар 21-де емес деп осылай біреудің жасын да осылай анықтасаңыздар болады. Біреуден сағат сұрағыларыңыз келсе де осы схемамен сұрайсыздар. Мысалы, what деген не, қандай деген мағынаны білдірсе, what time деген уақыт. What time екеуі қосылса, сағат неше болды деген сөз екен. What time is it? Өрде I, he, she қолданбайсыздар. It деген ол зат есімге арналады екен. What time is it? Сағат қанша болды? It is 5 o'clock. Қазір сағат 5 дейді екен. O'clock деген сағат. Мысалы, it is not 4 o'clock. Қазір сағат 4 емес деп тұр. It is not 4 o'clock. Қазір сағат 4 емес. It is 5 o'clock. Қазір сағат 5 деп. Осылай сағатты да осылай білуге болады екен. Мысалы, бір заттың бағасын белгілеріңіз келсе де осы схемамен сұрақ қоясыздар. How деген қалай, much деген көп деген мағынаны екеуі қосылған кезде how much болса қанша деген
мағынаны білдіреді екен. Енді ұялы телефон қанша тұрады деген how much is the mobile phone? Егер бір сотка болса, бір ұялы телефон болса, how much is the mobile phone деп сұрақ қоясыздар. Mobile phone is expensive. Ұялы телефон қымбат деп тұр. Mobile phone is expensive деген қымбат. Mobile phone is not expensive. Ұялы телефон қымбат емес деп тұр екен. Енді көпше түрде қалай сұрақ қоямыз? Егер соткалар болса, how much are the mobile phones? S қосылады. Көрдіңіздер ғой? Phones. S деген ол көпше түр. Енді жауап берген кезде mobile phones are cheap. Арзан. Бұл соткалар арзан деп тұр. Енді mobile phones are not cheap болса, ұялы телефондар арзан емес деп тұр. Are not cheap деп тұр. Енді өткен шақта қалай болады? How much was the mobile phone? Егер бір ұялы телефон болса, how much was the mobile phone? Бұл сотка қанша тұрды деп тұр, сұрақ қойып тұр өткен шақта. Mobile phone was $100. Ұялы телефон $100 тұрған деп тұр. Енді mobile phone was not $100. Бұл ұялы телефон $100 тұрмады деп тұр өткен шақта. Енді соткалар болса, how much were the mobile phones? S қосылады, көрдіңіздер ғой? Were болады көпше түрде. How much were the mobile phones? Деп сұрақ қоясыздар. Mobile phones соткалар were болды дейді. $1,000. Соткалар $1,000 болды дейді. Немесе mobile phones were not $1,000. Соткалар $1,000 тұрмады деп тұр. Осылай сұрақ қойып жауап бересіздер. Келесі мысал, бір заттың, мысалы, бірдеңкенің қайда тұрғыларын білгілеріңіз келсе, мысалы, where деген ол қайда, nearest деген ең жақын, кафе деген кафе. Енді ең жақын кафе қай жерде деген қалай болады? Where қайда is the nearest cafe? Егер бір кафе болса. Болымда it is дейді, бұл дейді over there, ана жерде дейді. Енді болымсызда it is not far дейді. Far деген алыс деген, not деген емес. Алыс емес деген сөз. It's not far from here. Here деген бұл жерде. Бұл жерден алыс емес дейді. It is not far from here. Енді егер кафелер болса, көпше түр болса, онда where are болады. Where are the nearest cafes? S қосылады екен, кафеге көпше түр өйткені бұл. Енді жауап берген кезде these are the nearest cafes. Мыналар дейді, ең жақын кафелер дейді. These are the nearest cafes. S көрдіңіздер ғой көпше түрде. Енді бұл жерде жақын кафелер жоқ деген there are not nearest cafes деп жауап берсеңіздер болады екен. Соңғы мысал, where деген ол қайда деген сөзді білдірсе, where from деген сөз қасына келсе, where from ол қайдан деген мағынаны білдіреді екен. Мысалы, мен қайданмын деген сұрақты қалай қоямыз өзімізге? Where am I from? Мен қайданмын? Мен Қазақстаннанмын деген I am from Kazakhstan болады. Мен ақш құрама штаттарынан емеспін деген I am not from USA болады екен. Енді ол қайдан, ол адам? Where is he from? Ол адам Қазақстаннан. He is from Kazakhstan. Ол ақш құрама штаттарынан емес болса, he is not from USA. Тура сол секілді қыз адамға ол қайдан? Where is she from? She is from Kazakhstan. Ол Қазақстаннан ол қыз. She is not from USA. Ол ақш құрама штаттарынан емес. Сен қайдансың деген where are you from болады екен. Сен Қазақстаннансың. You are from Kazakhstan. You are not from USA. Сен ақш құрама штаттарынан емессің. You are from Kazakhstan. Сен Қазақстаннансың. Енді біз қайдамыз? Where are we from? We are from Kazakhstan. Біз Қазақстаннанбыз. We are not from USA. Біз ақш құрама штаттарынан емеспіз. Енді олар қайдан деген where are they from? They are from Kazakhstan. Олар Қазақстаннан. They are not from USA. Олар ақш құрама штаттарынан емес деп осылай да сөйлем құрасаңыздар болады. Ал енді достар, бүгінше біз сабағымызды аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше.